Ассаляму алейкум, менің YouTube каналымның көрушілері мен тіркелушілері. Бүгін сіздерге салиқалы әйел болудың құпиялары және салиқалы әйелдер туралы айтатын боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Құдіреті шексіз Алла тағала әу бастан-ақ адамды ер мен әйел етіп жаратып, оларға айрықша ерекшеліктер сыйлаған. Рас, әйел нәзік, әйел әлсіз, әйел сезімге жақын жаратылыс. Дегенмен, әйелге басқа ешбір тіршілік иесіне бұйырмаған аса құрметті, аса маңызды лауазым берілген. Ол күйеуінің ризашылығын алып, оның көңіліне тыныштық сыйлайтын салиқалы жар болу, балаларының панасы, қорғаны болатын ана болу бақыты. Әйел адам үшін бұдан асқан ардақты қызмет, бұдан асқан бақыт жоқ. Иә, біз бұған дейін жәннаттың кілті күйеуінің разылығында екенін, әйел адам үшін күйеуінің алдындағы міндеттерін орындаудан асқан маңызды іс жоқ екенін айттық. Алайда әйел адам бұл жетістікке қалай жетеді? Ол күйеуін разы ету үшін не істеу керек? Салиқалы әйелдің сипаттары қандай? Міне, бүгін осы секілді сұрақтарға жауап іздеп көрмекпіз. Біріншіден, ізгі әйелдер Аллаға бойсынады, әрі күйеуі жоқ кезде аманатты сақтайды. Ниса сүресі 34 аят. Яғни ізгі, салиқалы әйел жаратушысына бойсынып, оның бұйырған құлшылықтарын орындайды және күйеуіне бағынып, оны тыңдайды. Әрі Алла тағаланың көмек беру арқылы күйеуінің ар-намысын, дүние мүлкін қорғайды. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ең жақсы әйел туралы, сендердің әйелдеріңнің ең жақсылары ол сүйуші, жиі бала туатын, бойсынушы әрі күйеулерін мақұлдайтын әйелдер деген. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, жеткен хадисте біреу келіп, пайғамбарымыздан оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, қандай әйел ең жақсы болып табылады деп сұрағанда, ол күйеуі оған қарағанда, ол оны қуантатын. Ол оған әлдебір нәрсе бұйырса, оған мойынсұнатын. Оның өзінен немесе оның мүлкін жаратуда күйеуіне бір нәрсе ұнамаса, оған қарсы келмейтін әйел деп жауап берген. Жәннаттық әйелдердің сипаттары. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, былай деген: сендердің жәннаттағы әйелдерің туралы айтайын ба? Ол бала табатын. Әрі егер күйеуі оған нашар қарым-қатынас көрсеткен болса, немесе оның өзі ашуландырған болса, оның қолын алып, сен разы болмайынша мен ұйықтамаймын дейтін әйел дейді. Міне бұл хадистер салиқалы әйел болудың жолдарын ашық, айқын көрсетіп тұр. Бір күні пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, бір әйелден сенің күйеуің бар ма деп сұрайды. Ол иә деп жауап береді. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, ол саған разы ма деп сұрайды. Әлгі әйел тек бір қылығына ғана ризашылық танытпай, кейде өкпелеп қалатынын айтады. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, ол сенің не жәннатың, не тозағың. Ендеше онымен қарым-қатынаста барынша абай бол деп ескерткен. Ал нағыз ақылды, парасатты әйелдің үлгісін көрсеткен мына бір керемет оқиғаға көз жүгіртіңізші. Бір күні Әсма бинт Язид, оған Алла разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп: «Я Алланың елшісі, сен маған ата-анамнан да қымбатсың. Мен саған барша мұсылман әйелдердің атынан келіп тұрмын. Анығында сен еркектерге де, әйелдерге де ортақ болып жіберілген Аллахтың елшісің. Бізді мазалайтын бір нәрсе бар. Біздің, яғни әйелдердің көп уақыты үйде өтеді. Біз күйеуіміздің разылығын іздейміз, бала сүйіп ұрпақ жалғастырамыз.
ошағымыздың түтінін түтетіп, күйеуіміздің дүние мүлкіне бас көз боламыз. Соған қарамастан біз жасай алмайтын кейбір амалдарды еркектер жасайтындығы үшін олардың Алладан алатын сауаптары бізден асып кетеді. Олар күнделікті 5 уақыт намаздан бөлек жұма намаздарына қатысады, науқастардың көңілін сұрап барады, жаназа намаздарына қатысады, қажылық сапарларын өтеп, құрбан шалады. Олар сондай сауабы мол амалдарды жасап жатқанда біз үйде қаламыз. Олардың бала-шағасына қарап киімдерін тігеміз. Біз осы үшін олардың алып жатқан қыруар сауаптарының бір үлесін болса да ала аламыз ба деп сұрайды. Бұл сұрақты естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына қарап, сендер бұдан артық сұрақ қойған әйелді бұрын-соңды көріп пе едіңдер дейді. Сахабалары, я Алланың елшісі, әйел адам осындай сұрақ қояды деп ешқашан ойламап едік дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Әсмаға, Алла оған разы болсын, бұрылып, мені жақсылап тыңда және мұны өзге әйелдерге де жеткіз. Егер әйел адам күйеуіне бойсынып, оның үйдегі тірліктерін жасаса, көңілін тойдырып, оны разы етсе, онда ол да Алла жолында құлшылық етіп жүрген күйеуі секілді сауаптарға ие болады дейді. Мұны естіген Әсманың жүзінде ерекше қуаныш, шаттық пайда болған еді. Көңілі көтерілген ол кетіп бара жатып, қайта-қайта «Ля иляха иллалла, Алладан басқа құдай жоқ, Аллаху әкбар, Алла ұлық» деумен болады. Міне, бұл Алланың разылығына ұмтылған нағыз ақылды әйелдің жарқын мысалы еді. Жоғарыда келтірілген мысалдарды жинақтай келе, салиқалы әйелдің сипаттарын былайша топтастыруға болады. Ол өзінің жаратылу мақсатын біліп, жаратушысына құлшылық етеді. Күйеуіне бағынып, оған бойсынады. Күйеуі барда да, жоқта да өз намысын, абыройын қорғайды. Балаларына және дүние мүлкіне күтіммен қарайды. Үйдегі заттарды күйеуінің аманаты деп түсінеді. Алладан ғана сауап үміт ете отырып, күйеуінің көз қуанышы болуға тырысады. Ол үшін ғана сәнденіп, әдемі киініп, хош иістенеді. Күйеуінің разылығын алу үшін жанын салып қызмет етеді. Оның жағдайын жасайды. Ол ашуланатын қылықтардан аулақ болады. Күйеуі шақырғанда қазаның басында тұрса да оған жауап береді. Достар, арнамыздан алыстамаңыздар. Иншалла осы видеоның жалғасын салатын боламын. Каналға тіркеліп, видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Қыздарға пайдалы болады деген үміттемін. Қош сау болыңыздар.